Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 1 биоалуан түрлілік. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтінді түсініп оқыңдар. Арал теңізінің бұрынғы қалпы қандай болғанына болжам жасаңдар. Туған жер. Арал жайында біраз нәрсе білуші едім. Басқасын қойғанда дүниежүзінде жалғыз Арал теңізінің суында оттегі мол. Бекіре мен Қаяз екі-ақ теңізді аймақта, Атырау мен Аралда болды. Кейінгі кезде Балтық теңізіндегі аты шулы салаканы Аралда өсіре бастады. Ғажабы, Арал суында өскен салакалар өзінің атамекеніндегі салакалардан екі есе ірі болып шықты. Көктем кезінде Изенді деген жерде шемая балығын аулау маусымы басталды. Бір қызығы, көктемде шемая деген балық шулығаның көктасына жиналады. Балықшылар да жылда осы араға келіп бір айдай ұлы дүбір салады. Бұл кездегі балықтың көптігі сонша, оларды кей жылдары Аралдағы бүкіл балық зауыттары жабылып игере алмайды. Әр журналдан бір оқып, үзіп жұлып алған шым-шым әсерлерін дәл бір өз басынан шыққан дүниедей қып жүргендерге Арал теңізінің осы бір көрінісін көрсетер ме еді, деп ойлайсың. Айта берсең, Аралда ғажайып нәрселер көп. Әбдіжәміл Нұрпейісов. Енді сұрақтарға жауап берейік. Үзіндіден Арал теңізінің қандай болғанын аңғардыңдар. Неге балықшылар Изендіде бір айдай ұлы дүбір салады? Төмендегі суреттерден не байқадыңдар? Мәтіндегі және суреттегі теңізді салыстыруға келе ме? Арал теңізі бұрынғы суы мол кезінде балыққа толы болған екен. Көктем кезінде Изендіде шемая балығын аулау маусымы басталады. Мәтіндегі теңіз бен суреттегі теңізді салыстыруға келмейді. Суретте теңіздің суалып қалған тұстары көрсетілген. Екінші тапсырма. Арал тағдыры, адам тағдыры мәтінін тыңдап, ғылыми деректерді қолдана отырып сұрақтарға жауап беріңдер. Арал теңізінің апатқа ұшырағанына дейінгі көлемі қанша болды? Арал теңізіне құйылатын судың екі есе азаюының басты себебі неде? Тұзды шаң қоршаған ортаға қалай әсер етеді? Арал теңізінің апатқа ұшырағанға дейінгі көлемі 1066 км куб болған. Арал теңізіне құйылатын судың екі есе азаюының себебі Аралға құятын суды басқа бағытқа бұру болып табылады. Тұзды шаң қоршаған ортаға зиянын тигізді, ауаны ластап, өсімдіктерді улап, тіпті адам денсаулығына да кері әсерін тигізді. Сөйлем мүшелері. Сөйлем мүшесі деп сөйлем құрамында тұрып белгілі бір сұраққа жауап беретін толық мағыналы сөзді не сөздер тіркесін айтамыз. Сөйлем мүшесінің белгілері: толық мағыналы сөз болуы керек, сөйлемде басқа сөзбен байланысып тұруы керек, сөйлем мүшелерінің бірінің сұрағына жауап беру керек. Мысалы, баяндыдан ол осы жайды білгісі келді. Қап, мына шал жеңді-ау, ақыры. Бірінші сөйлемде 6 сөз бар. Баяндыдан кімнен, ол кім, осы, қай, жайды, нені білгісі келді, не істеді. Мұндағы сөйлем болуға негіз болып тұрғаны ол білгісі келді. Қалған сөздер сөйлемде анықтап толықтырып тұр. Ал екінші сөйлемді құраушы шал жеңді-ау. Шал кім, жеңді-ау қайтты, мына қай, қап, ақыры сөздері басқа сөздермен байланысқа түспей оқшауланып тұрғандықтан сөйлем мүшесі бола алмайды. Сөйлем құрамына тұрса да сөйлем мүшесі бола алмайтын сөздер бар. Олар шылау, одағай, қаратпа, қыстырма сөздер. Сөйлем мүшелері атқаратын қызметі жағынан тұрлаулы мүшелер және тұрлаусыз мүшелер болып екі топқа бөлінеді. Тұрлаулы мүшелер деп сөйлем құрауға негіз болатын бастауыш пен баяндаушты, ал тұрлаусыз мүше деп өздігінен сөйлем құрай алмайтын, тек сөйлемде берілген ойды кеңейте түсетін анықтауыш, толықтауыш, пысықтауышты айтамыз. Сөйлем мүшелері құрамына қарай үш түрге бөлінеді. Дара, толық мағыналы бір сөзден болған мүше, күн, бұлтта. Күрделі. Күрделі сөз тұрақты тіркес, шылаулы тіркестерден болған мүше. Дәрігер келе жатыр. Үйірлі, бірнеше сөзден құралып, өз ішінде бастауыштық, баяндауыштық қатынастан тұратын, бір сөйлем мүшесі қызметін атқаратын сөздер тобы. Денсау адам, бақытты адам. Білегі жуан, бірді жығар. Үшінші тапсырма. Оқылым және тыңдалым мәтіндерінен 5-6 сөйлем жазып, сөйлем мүшелеріне, қызметіне, құрамына қарай талдаңдар. Арал теңізінің суында оттегі мол. Мұнда мол қанша? Баяндауыш, құрамы дара. Оттегі не? Бастауыш, құрамына қарай дара. Арал теңізінің суында қайда? Пысықтауыш, құрамына қарай үйірлі. Бір қызығы, көктемде шемая деген балық шулығанның көктасына жиналады. Жиналады, не істейді? Баяндауыш, құрамына қарай дара. Шемая деген балық не? Бастауыш, үйірлі. Шулығаның көктасына қайда? Пысықтауыш, үйірлі. Көктемде, қашан? Пысықтауыш, дара. Бір қызығы, қыстырма сөз, сондықтан сөйлем мүшесі болмайды. Артық болмас білгенің. 1992 жылы 22 мамырда Найробиде
өткен Біріккен ұлттар ұйымының қоршаған орта жөніндегі конференциясында биоалуантүрлілікті сақтау жөніндегі халықаралық келісім қабылданды. 1993 жылы конвенцияға 162 мемлекет, оның ішінде Қазақстан Республикасы қол қойды. Конвенцияға қол қоюшы мемлекеттер мынадай баптарды орындауға міндет алды. Әрбір мемлекет өзге мемлекеттер мен өңірлердің табиғатына зиян келтірмеуді қамтамасыз етуге жауапты. Биоалуантүрлілікті сақтау және тұрақты әрі тиімді пайдалану мақсатында бірігіп іс-әрекет жасайды. Биоалуантүрлілікті анықтау, сақтау және тұрақты тиімді пайдалану шараларын іске асыру мақсатында ғылыми зерттеу жұмыстарына қолдау көрсетеді. Төртінші тапсырма. Оқылым мәтіні мен артық болмас білгенің айдарында берілген мәтінді салыстырып талдау жасаңдар. Екі мәтіннің ұқсастығы. Екі мәтінді табиғат туралы. Екі мәтіннің айырмашылығы. Біреуі Арал теңізі жайында, біреуі биоалуантүрлілік туралы. Оқылым мәтіні мақсаты ақпарат беру. Артық болмас білгенің айдарындағы мәтінде ақпарат беру мақсатында. Мазмұны біреуі Арал теңізі туралы, екіншісі биоалуантүрлілікті сақтау. Стилі. Оқылым мәтіні публицистикалық стилде жазылған, артық болмас білгенің айдары мәтіні ғылыми стилде. Тілі. Оқылым мәтіні кәсіби сөздер қолданылған, артық болмас білгенің айдарындағы мәтінде ғылыми терминдер, дайын тіркестер қолданылған. Артық болмас білгенің айдарында берілген мәтіннің тезисін жазыңдар. 1922 жылы 22 мамырда Найробиде өткен Біріккен ұлттар ұйымының қоршаған орта жөніндегі конференциясында биоалуантүрлілікті сақтау жөніндегі халықаралық келісім қабылданғаны өте дұрыс шешім болды. Конвенцияға қол қоюшы мемлекеттер өзге мемлекеттердің табиғатына зиян келтірмеуі, биоалуантүрлілікті сақтауда бірігіп әрекет етуі өте тиімді деп ойлаймын. Алтыншы тапсырма. Арал қасіретін фишбон әдісімен жазыңдар. Бес сөйлемнің тұрлаулы тұрлаусыз мүшелерін табыңдар. Қазіргі кезде Арал теңізінің суы тартылуда. Арал теңізінің суын шектен тыс мөлшерде қолдану, егіншіліктің көбеюі, теңізге құятын өзен суларының азаюы себеп болды. Соның салдарынан тұздың атмосфераға таралуы, ауаның ылғалдылығының азаюы, ауа райының өзгеруіне әкеп соқтырды. Енді мәселенің шешімі Орта Азия мемлекеттері Аралды құтқару қорын ұйымдастырды. Мұнда бірінші сөйлемнің тұрлаулы тұрлаусыз мүшелерін ажыратып көрсетейін. Қазіргі кезде Арал теңізінің суы тартылуда. Мұнда баяндауыш тартылуда, не істеуде? Не тартылуда, суы тартылуда, бұл бастауыш. Яғни бұлар тұрлаулы мүшелер. Ал не тартылуда? Ненің суы тартылуда? Арал теңізінің. Бұл анықтауыш. Қашан тартылуда? Қазіргі кезде. Бұл пысықтауыш. Яғни анықтауыш пен пысықтауыш бұлар тұрлаусыз мүшелер.